сіздерге тағы қойма басшысының отчет упаковщиков сіздерге көрсететін боламын. Яғни күнделікті бізде салынған тапсырыстарды әр упаковщик салады. Яғни әр түрлі упаковщик салады. Енді әр упаковщик күніне қанша тапсырыс жинағанын көруіміз үшін күніге кешке сіздер отчет упаковщик жасап ақпаратқа жіберетін боласыздар. Қараңыздар. Мына Ибраимова Мөлдір деген тапсырысты Жахангир салған, Раушанов салған екен. Тапсырысты, мысалы, расход берілген, яғни Мөлдірді бізде Жахангир деген жігіт салған. Енді Жахангир деген жігіт, мысалға, күніне қанша килограмм салды, бізде мына жақтағы избранныйдың ішінде отчет упаковщикам деген отчеттың ішінде болады. Қарасаңыздар, сіздерге нақты көрініп тұр, яғни бір күні кім қанша килограмм жинады. Бір күні сформировать етесіздер. Одан кейін қарасаңыз, сіздерге қазір көрінетін болады. Қараңыздар. Бір күні Айтбай Елубек 34 заявка салған, 1 тонна 524 килограмм, яғни салған. Жахангир 8 заявка салған, 1 тонна 128 килограмм салған. Яғни бұл не үшін қажет бізге? Бізге упаковщиктердің отчеты, күнделікті отчеты, және апталық отчеты, және де айлық отчеттарын біз осы отчет арқылы көре алатын боламыз. Яғни ол кісілердің айлығы тікелей осы килограммдар арқылы есептеледі.